Амансыз ба, босағасы берік, іргесі түзу елдің барша жұртшылығы. Сіздермен бірге Ақ босаға бағдарламасы. Қазақ ақ босағаны киелі санап кірлетпеген. Ұрпағының ұлықты, тәрбиелі де танымы терең болуына отбасы, қала берді қоғамның тигізер ықпалы зор. Ендеше біздің бағдарлама осы отбасы құндылықтары мен қоғамдағы мәселелер мен жетістіктерді талқыға салатын болады. Президентіміздің халыққа жолдауында адал еңбек етудің маңыздылығы жайында аса басып айтқан болатын. Әрине бүгінгі біздің тақырыбымыз да өмірдің өзегі болған еңбек турасында болмақ. Еңбегі молдың өнбегі мол дейміз. Дамыған заманда қаражат табудың да бірнеше жолдары көбейгені баршамызға бесенеден белгілі. Бәрінің де көп табыс тапқысы келеді. Кедей байсам дейді, бай құдай болсам дейді. Көпке топырақ шашпаймыз, алайда қарбалас тіршілікте біз адал табыс табуға қаншалықты мән беріп жатырмыз. Ендеше студиямызға дәл осы тақырыпты тарқатып айтуға келген бірнеше қонақтарымыз бар. Хабарымызға қош келіпсіздер. Заманына қарай алмалы демекші, жоқтан бар жасап, шеберлікпен айналысып жүрген еңбекқор жандар арамызда жоқ емес. Тіпті заманауи жетістіктердің өзін пайдаланып, әлеуметтік желі арқылы еңбек етіп, табыс тауып жүрген жандар арамызда көп. Сонымен қатар әлеуметтік желі бір жандар үшін өте бір тиімді болса, ал кейбір жандар алаяқтық жолға да пайдаланып жатқаны белгілі. Ал енді біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Жаңыл ханым. Сіз үшін дәл осы әлеуметтік желінің қаншалықты тиімді тұстар бар деп айтар едіңіз? Өзің еңбегіне қарай қой, пайдалы көру. Жақсы жағын, жаман жағын көру өзіңе де байланысты деп ойлаймын. Өзіңе байланысты. Керек жағына қараймын көбінесе интернетте. Интернетке шыққам, Инстаграмға кейін шыққам. Жұмысым істеп, кейін өзі енді жаңадан дамып жатқан кез еді ғой, Инстаграмды жоқ еді. Жақсы, пайдасы жақсы, өте жақсы. Ақтаудан, Атыраудан, шет жақтан тапсырыстар көп келеді. Қытай жақтан да кейін қазақтар бар. Америкаға кеткен қазақтар бар, беріп атқандар. Пайдасы өте зор деп ойлаймын, тамаша. Енді көрерменге түсінікті болсын, мен мына жерге сізді шақырайын, және де түсіндіріп өтейік. Мұндағы қазақи біздің бұйымдардың барлығы осы Жаңыл ханымның қолынан шыққан дүниелер, мінекей сөмкелер, қоржындар. Біздің көрермендерімізде көріп біліп отырсын. Мына құрақ жастықтар. Енді бұл бұйымдардың барлығын сіз қайдан үйрендіңіз? Қалай үйрендіңіз? Алдымен кәсіп бастау үшін интернет желісі арқылы үйрендіңіз, иә? Интернет желісі арқылы үйрендім. Ютубтан көретін, Инстаграмнан қарайтын, ашып қарайтын. Оны Инстаграм емес, бірінші Ютубтан бастадым. Азынан кешке дейін қосатын, соған қарай тігетін, қайттан сөгіп, соған туралып, сомен үйрендім. Бұрындары енді біздің қыз келіншектеріміз бұндай бұйымдарды әжеден үйреніп жататын, анамыздан үйреніп жататын. Енді қазір сіз жаңа өзіңіз айтқандай әлеуметтік желіден, Ютубтан көріп үйрендім дедіңіз ғой, иә? Бастысы кішкентай кезімізде анамыздан ғой, анамыздың өзі киім тігетін көбінесе. Ұлттық киімдер, ұзатуға киім анамыз ательесі бар тұғын. Бұл іске деген қызығушылық сіздің енді анаңыздың анамнан келген. Арқасында енді сізге де арып отыр деп айтсақ та болады ғой. Жақсы. Енді осы жасалған дүниелердің бәрін бүге шігесіне дейін сонда интернетте көрсетіліп тұр ғой, ғаламторда? Жаңа нелер келді ғой қазір, жаңа неге қарай, жаңа нелерді үйрендім. Ескі құрақ, ол ши құрақтарды анамның несінен алғам. Арғай жаңа технологиямен жаңа көріністері қазір көп қой, соған интернет арқылы үйрендім. Кәсібіңіздің бірден бір дамуына осы әлеуметтік желі, интернеттің пайдасы көп болды дейсіз ғой. Жақсы. Қанша уақыт болды айналысып жүргеніңізге? 5 жылдай болды. Оқу бітіргенде өзім дипломды қорғауым, қызың жасауы тұғын. Одан ары қызығушылықпен алып кеттім. Мемлекеттік қызметте жұмыс істедіңіз? Істеген жоқпын, оның декреттікте отырдым 10 жылдай біраз. Балдарым өсіп не ағанша, сосын кейін алдым өзім. Үйде тіге бастадым, көршілерім қызығып, ала бастады, содан алып кеттім. Көмекшілеріңіз бар шығар, жайлап көмекшілерім келді. 3-4 көмекшім біраз 2 жылда істеп өздері ашты. Шәкірт болып үйреніп, менен өздері ашып қазір істеп жатыр. Қазір жаңадан қайтадан жас оқушылар, студенттер көбінесе істейді. Үйде отырған аналарға үйде отырып тігуге берем. Үйде отырып тігіп әкеп береді, тексеріп алам. Жақсы деп. Бірақ 1-2 апта үйретем өзім қолымда. Былайша айтқанда жұмыспен өте жеңіл, ата-аналарға тиіп жатыр дейсіз ғой, жұмыссыз жандарды. Жұмыссыз жандарға, үйде отырған ата-аналарға, жас келіншектерге өте ыңғайлы жұмыс.
үйде отырып істегенге. Бәрекелді. Енді біздің байқауымызша мінекей Жаңыл ханым үшін әлеуметтік желінің пайдасы көп екен. Алдымен сол желі арқылы үйреніп, ғаламтор арқылы сол кәсібін шыңдап, ғаламтор арқылы сауда жасап жатқан жайыңыз бар екен. Бәрекелді. Ал енді біздің ортамызда отырған Әбілқайыр мырза Құрбанов, сіз енді бір емес бірнеше кәсіпті меңгеріп жүрсіз, біздің білуімізше. Сіз үшін осы әлеуметтік желінің қаншалықты тиімді тұстары бар? Менің естуім бойынша сізге бір зиян тигізген сәттер де болған сияқты. Тарқатып айтып өтейікші соны. Өйткені әлеуметтік желі дамыған заман деп жатамыз, ал соның біріміз пайдасын көрсек, көп жағдайда алаяқтарға жолығып қалған сәттер де болып жатыр енді. Иә, ондай болған, енді өмір болғаннан кейін болады, бірақ дегенмен де қазіргі осы Инстаграм желісі, YouTube желісі негізінде мына адамзат баласына өте үлкен пайда алып келеді. Себебі ол жақында алыстатады. Мысалға мен өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа бірнеше кәсіп деп, соның біреуі менде Арарат деген вокалдық инструменталдық топ бар. Біз осы жақында Өзбекстан Республикасында, оның ішінде Наваи қаласы, Самарқанд қаласы, одан кейін Бұхара қаласында бейнебаян түсірдік. Сол бейнебаян жаңағыдай Өзбекстанда биыл Қазақстан жыл. Былтыр өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда Өзбекстан жыл. Сол екі мемлекеттің достығын нығайту бойынша біз жаңа барып бейнебаян түсірдік, 3 күн түсірдік. Енді мен айтып кетерім, мысалға біз уже барып съемка жасап түсіріп келгенімше, уже біздің түсірген жаңағыдай көріністеріміз уже Инстаграм желісінде болып, уже көрермендер сұрауына ие болып отыр. Кейін Аллаға шүкір, монтаж жұмыстарының бәрі бітті. Жалпы бізге шоу-бизнеске Инстаграм, YouTube желілері өте қатты көмек беріп отыр. Ал енді алаяқтарға тоқталсақ, иә, менімен ондай жағдайлар бір емес, бірнеше рет болған десек те болады. Көбінесе жаңағыда пирамида деген жүйелер қазір қалыптасып кеткен ғой. Жаңа сен жаңа кірсең, пәлен ақша төлесең, саған осынша ақша береді деген. Соңынан мынанша адам тіркейсің, сосын саған мынанша болып қайтады деп қазір көп қой. Сонымен бір рет $1000 көлемінде мен алданып қалған жайым бар. Себебі ол да өзім таныстарым, сенетін адамдар келіп араға түскеннен кейін барып, мен жаңа сол қаржыны бердім. Сөйтіп 1-2 ай өтті, ол қаржы қазір жоқ. Енді ол фирма да жабылып кеткен. Ал енді жаңағы салған ақшаңызды, қаражатыңыз қайтара алдыңыз ба? Енді мүмкін жаңағы заңды түрде, заң қызметкерлеріне жүгініп шешкен шығарсыз. Енді бір түйінді мәселе ғой, басқаларға бір қайталанбасын, сабақ болсын деген ниетпен енді бұны аяқ асты қалдыруға болмайтын шығар. Жоқ, енді былай ғой, ол жерде мен сияқты ол жерде көп жаңағыда азаматтар алданған екен. Сол кісілер өздері жаңа арызданды, өздері шағымданды, бірақ мен тарапынан ондай болған жоқ. Бірақ дегенмен де ол оның дәлел болмағаннан кейін ол қаржы сомасы ол қайтқан жоқ. Ол сондай қазір өте көп ондай жаңағыдай. Сол сияқты мен осы телеарнаны пайдалана келе көрермендерге айтқым келеді. Енді мысалға Абай Құнанбаев біздің ұлы ақынымыз айтып кеткен ғой, абайлап жүрді анықпас деп. Сол сияқты әрбір көретін болсаңыздар өте қатты мұқият болыңыздар. Себебі ол адамның өзінің психологиялық әсерде болады. Ол адамдарды алдап, арбап, неше түрлі мысалға әдемі, жылтыр, күшті нәрселер, дүниелер салады, бірақ барған кезде ондай нәрсе болмайды да. Негізгі мамандығыңыз экономист екен, экономика ғылымдарының кандидаты екенсіз, 16 жыл мемлекеттік қызметте атқарыпсыз. Бүгінгі таңда жеке кәсіпкерсіз. Мемлекеттік қызметтен түбегейлі кеттіңіз ғой, иә? Қазіргі таңда тек осы шоу-бизнес саласында жүрген сияқтысыз. Оның өзіне жаңағы әлеуметтік желілер арқылы жаңағы жұмыс істеп, напақа тауып, еңбегіңіз ары қарай жалғасын тауып жатқан жайы бар. Солай ғой, иә? Иә, қазір сондай. Енді қазақта бір керемет сөз бар. Енді біздің қазақ халқы өте кеңінен, мағыналы, ата-бабаларымыз сонда үлкен өсиеттер қалдырып кеткен ғой. Сол сияқты сол бабаларымыздың өсиеттерінің бірі көтере алмаған шоқпарды дейді, беліңе байлама дейді. Сол сияқты енді мен осы өнер саласында негізінде әу демейтін қазақ жоқ қой. Сол сияқты әр қазақтың бойында бір өнер бар. Сол сияқты мен өз мамандығым экономист болғаннан кейін енді өнер келгенде көп азаматтар маған таң қалды. Жаңағыдай бұл экономист,
өз мамандығымен жүру керек қой деген сияқты. Бірақ дегенмен де Аллаға шүкір, қазір біздің орталық, продюсерлік орталығымыз жұмыс істеп жатқанына 5 жылдың көлемі болды. Алла қаласа осы қазан айының бас жағында біз Арарат вокалдық топқа жеке шығармашылық 5 жылдығын тойлау мақсатында концерт береміз. Бірақ біз осы соңғы 3 жылдың ішінде біз 14 бейнебаян түсірдік. Оның 6-ы қазір республикалық телеарналардан айналып жатыр. Оның ішінде 34 авторлық ән жаздық. Одан кейін 2 шығармашылық концерт бердік. Маңдай терімен тапқан дүние, ол Алла Тағала берекесін береді ғой. Сол сияқты бұл жерде мамандығың экономист болсын, немесе инженер болсын, немесе мұнай қызметкері болсын, бірақ дегенмен де көңілмен істеген істің ол өз берекесі болады. Енді жасыратынымыз жоқ, біздің Шымкентте продюсерлік орталықтар, той ұйымдастыру орталықтары өте көп. Бәріміз білеміз оны. Оның барлығы жаңағы Инстаграм арқылы, әлеуметтік желі арқылы жұмыс істеп жатыр. Продюсерлік орталық деп тек тойға жұмыс жасайтын орталықтарда өте көп. Енді өнім шығарып, осындай өзіңіз айтқандай топ құрып, жақсы бастама бастап жатырмын деп отырсыз. Игілігін берсін дейміз. Алдағы уақытта да сіздердің табысты, нәтижелі жұмыстарыңыз болады деп сенеміз. Енді қазір ғана жаңағы блогерлер жайында алдау, арбау интернет арқылы, желі арқылы ақша табу, алаяқтық жасау туралы әңгіме өретіп жатырмыз ғой. Біздің ортамызда отырған Айзада ханым, қазақтың қарапайым келіні, ауылда тұратын 2 баланың анасы, қара шаңырақта отырған жайыңыз бар екен. Сіз білуімше мемлекеттік қызметте жұмысыңыз бола тұрғанмен, сіз тек үйде қазір бала-шағамен және әлеуметтік желі арқылы табыс тауып отырған жайыңыз бар екен. Мұғалімдердің бір айлығынан да көп айлық табады деп естіп қалдым. Желі арқылы қаншалықты рас осы? Шақырғандарыңызға рахмет. Бүгін осы тақырыпты кеңінен тарқатып айтсам, негізі мен үйде отырған осы 4 жылдың ішінде, осы соңғы 2 жылын ұтымды пайдаланып келе жатырмын деп айта аламын. Өйткені үйдің тірлігін барлығымыз жасаймыз, және оны желіге жүктеу қазір уже мода десе де болады. Сәнге айналды. Иә, сәнге айналды. Соны жүктей отырып, біздің парақшамыз өсе береді, және сол өскеніне байланысты бізде табысты жоғарылай береді. Енді мен басында бастағанда бір табыс табам деген мақсатта бастаған жоқпын, әрине. Жай қызығушылықпен бір хобби дейді ғой. Сондай хобби ретінде бастадым. Сіз тек сол Инстаграм парақшасы арқылы жұмыс істейсіз, иә? Мен осы парақшамды дамытып, сол дамытудың арқасында қазір енді айлық деп айта алмаймын, әр айда әртүрлі табыс тауып отырмын. Дамыттым дедіңіз. Қалай дамыттыңыз? Не шаруасы сонда? Кәдімгі, мысалы, банка жауып жатырмын, мысалы, есіктің алдын сыпырып жатырмын. Қарапайым үйдегі тірліктерін салу арқылы. Келін қандай жұмыс істейді, соны көрсетіп отырасыз ғой. Кәдімгі үйдегі халат орамалмен жүресің, ол бір сәнденіп, боянып, бір жерге барып шықпайсың. Кәдімгі үйдегі жүрген қалай бар, солай шынайы түрде жүргізіп бастадым. Және ол қазіргі кезде өте көп болып кетті, ондай келіндер жүргізіп жатқан. Жалпы мен өзім қазір үкіметтің жұмысын жасаймын деп айта алмаймын. Болашақта өзімнің жеке бизнесімді ашатын ойым бар. Жалпы Инстаграмның пайдасы да, зияны да бар. Зиянды жағы көбінесе үйде отырған келіншектер ақшаның астында қалсақ деп, жаңа раскрутка деген болады. Сондайға байқамай 50 мыңдап ақша салып жібереді. Олар айтады, сен 50 мың теңге салсаң, мен 2 сағаттан кейін саған 300 мың теңге қайтарып беремін дейді. Сосын енді ол 2 сағат өткен екен, айтады, сен ақшан дайын тұр, 30 мың теңге тағы сал, мен саған уже аударам өзінің счетына. Бірақ та олар уже 80 мың теңгесін салғанмен ешқандай да ақша алмайды, номерін бәрін жаңағы қара тізімге енгізіп тастап жоқ болып кетеді. Содан маған жазады, осындай кісілер мені алдап кетті, не істесем болады деп. Олардың аты жөні де жоқ, мысалы Kiwi кошелек деген бар, ода аты жөні көрсетпейді, тек телефон номер болса болды да. Қалайша сене салады енді соған біздің? Білмеймін, үйде отырған көп келіншектер осы уақытқа дейін қаншамасы алданып маған солай жазады, және олар күннен күнге көбеймесе азайып жатқан жоқ. Сондықтан ондай ақшаны 2 есе көбейтем дегенге алданбауларын сұраймын халықтан. Парақшамды дамыттым дейсіз, еңбек етіп жатқан сәттерімді желіге салып, көпшіліктің пікірін біліп отырамын деп қалдыңыз. Жалпы сіздің парақша ашудағы негізгі мақсатыңыз табыс табу емес, алдымен не болды?
Алдымен мен осы жарысқа қатысқан болатын. Ауыл ана деген номинациямен мен жеңіске жеткім келді. Сондықтан күнде сол ауылдағы суреттерімді Ауылдың тіршілігін көрсетіп отыру керек болды. Сондай салу керек болды. Солай салып жүрген кезде қарасақ, ол кезде Инстаграмда барлығымыз тойға барған суретімізді салатын едік та, ал үйдің суретін ешкім салмағандықтан жұртқа қызық бола бастады. Әсіресе қалада тұратындар, бізде ауылда осылай тезек қитеретін едік, бізде осылай істейтін едік, құрт жасайтын едік деп солай қызығушылық тудырды. Содан қазір осылай оқырмандар бірден көбейіп, табыс әкелуге болды да, уже 2 жылдан кейін. Бірақ мен енді табыс табам деген ойлаған жоқпын, жай ғана салып жүріп, солай аяқ астынан маған да жарнамалар түсе бастады, конкурстар ұйымдастырып, солай табыстар түсе бастайды. Конкурс деп қалдыңыз. Қазір енді желіде неше түрлі ұтыстар, жаңағы ойындар жүргізіледі. Мынандай пәтер ұтып алғыңыз келсе, немесе автокөлік ұтып алғыңыз келсе, осылай жасаңыз деп жаңағы көптеген жолдары көп қой енді. Сізге блогер ретінде ұсыныс білдіріп, осылай жарнамалап бер ұтыстарды деп жататындар табылатын шығар. Енді ол ұтыстар қаншалықты шынайы деп айтар едіңіз? Маған айтады, бірақ мен өзім отказ жасаймын. Мысалы, пәтерімді ойнатып берсеңіз 1 миллион берем, машинамды ойнатып берсеңіз 500 мың берем деген ұсыныстар түсіп жатыр. Бірақ мен оны танымаймын. Оның үстіне ол шынымен солай жасай ма, белгісіз да, ол халықты шынымен алдап тұр ма. Мысалы, қазіргі таңда алаяқтар өте көп. Мысалы, халыққа ойнатып жатқанмен ол пәтерді басқа бір кісіге сатып, басқа біреуді ұтты қылып істей салады мысалы. Сондықтан мен ондай нәрсенің жауапкершілікті мойныма алмаймын. Жеке өзімнің конкурсым ол 100% әділ. Халықтың барлығына почтамен жаңа сыйлықтарын үлестіріп салып беріп жүрмін. Ой толқынды толқын қуады ғой. Мысалы, біздің сахнада жүрген мәдениет майталмандары, өнер жұлдыздары машина тігіп жатыр, бір киімдерін тігіп жатыр. Сол машина тіккен адам сол машинаның қайтарым бола ма? Сол үмітпен күдік қалай болады? Ол өзін жарнамалау ма? Жоқ, бір адам санын көбейту ма? Егер бір жұлдыз өзінің көлігін ойнататын болса, ол мысалы 2000 адамға 3000 теңгеден билет деген сияқты өзі сатады ғой. Солай ол көліктің ақшасын шығарып алады өзіне ше. Ал сосын 3000 теңгеге бір адам сол көлікті ұтып алады да мысалы. Бірақ ол өзінің шығынын ақтап алады да, содан кейін барып шынайы береді если. Ол өзінің жаңа халық алдында жүрген адам болса, шынайы түрде сыйлайды сол. 3000 теңге бір билет сатып алып, машина қайтарымы болмай қалса ше билет өтпе. Билет өтпесе енді білмедім. Сатылмай қалады. Жақында осы мәселе бойынша мен бір таныстарым болған, сонда автокөлік ойнатқан. Содан кейін мен таң қалдым. Енді аны қымбат автокөлік ойнатты. Жаңағыдай қарындасымыз айтпақшы, жаңа 3000 теңге, 4000 теңгеден билет сатты. Енді есептей беріңіз, анау машинаның құны қанша миллион теңге тұрады, соны жаңа 2000-3000-ға бөлсе, ол қанша адамға билет тарату керек. Оның жарнамасын бәрі кетіп қалған, барлық не қылды. Енді не дейді, 30 шыққан сөз 30 жерге тарайды дейді ғой. Сосын таралып кеткен, бәрін жаңағыдай сатылып кеткен. Кейін автокөлік ойнатылды да, бірақ өзіңіз айтпақшы, жаңа өзін құнын түгінде ақтаған жоқ. Бірақ ойнатылды. Ол ойнатылмаса, себеп қанша адам уже ақшасы беріп қойған. Сонымен автокөлікті біреуге берді ғой ұтып алған автокөлікті амал жоқ берді. Оқ пен оқтың арасында жүру ғой бұл. Өзің айтпақшы, көтеремес шоқпарды байлау ғой. Енді қазіргі таңда одан бөлек онлайн түрде адам психологиясымен жұмыс істейтін жандардың да қатары артып келеді. Психолог ханымдарымыз өте көбейіп бара жатыр. Күн санап десек те болады. Тіпті осылайша қаражат тауып танымал болып жүрген қаншама жандар бар. Сол әсіресе психологтардың кеңесіне, көпшілігіне біздің әйел адамдарымыз жүгініп жатады. Тіпті сол психологтардың сөзінде құдайдай сеніп жататындарымыз да бар. Бұған енді сіздің көз қарасыңыз қалай деп мен сұрағым келіп отыр. Икрам Сатыбалдыұлы өзіңізден. Дін мәселелерін зерттеу орталығының бөлімінің басшысы, дін танушы, жалпы біз үшін пайдалы немесе кереғар тұстар бар ма? Сіздің пікіріңіз қандай бұл мәселеге? Енді рахмет сұрақ бергеніңізге. Жалпы мынау онлайн әдісі бойынша мынау психологиялық көмек деген енді жеке өзім ойым ол дұрыс емес. Себебі енді ол бір адамды медициналық жағынан оңалту бар, психологиялық жағынан оңалту бар, діни жағынан оңалтудың өзінің тәсілдері көп. Ал енді ол қанша мықты психолог болғанымен ол бетпе-бет отырып оңалтқанға жетпейді. Ал енді оны өзім дұрыс көрмеймін. Ол интернетте отырып біреу Астанада, біреу Шымкентте керемет, мына адам болып қалдым деген сияқты, ол дұрыс емес негізі. Ал енді мен кішігірім мынау бағанада айтып отыр, бүкіл мынау
сауда саттық әртүрлі кәсіп. Енді отбасылымыз үйде кей кезде жұбайымыз салат істейді, әртүрлі тамақтар істейді. Ондай жағдайда қуанамыз, керемет, үйреніп отыр екенсің ғой деген сияқты. Ал енді кей кезде бір азаматтармен жолыққанда, әртүрлі алаяқтарға жолыққаннан кейін кей кезде ренжіген жағдайда болып барады, ей деп. Бұл адамның аласы ішінде екен ғой деген сияқты. Негізі мынау дінде не нәрсе саудаласса, көрінген затқа саудаласады. Енді қолыңа келмей, қолыңа ұстамай жатып, саудаласқан ол дұрыс емес. Оның пайдасынан зияны көп болады. Қазір теледидарда сол жіптің шығып жатыр ғой, шынын айтқан кезде, мысалы, басы ауырып, балтыры сыздамайтын адам жоқ. Сол енді сол жарнамаларға қатты сенеді. Бір нәрсені қосып, бір нәрсеге ішсеңіз, бізде мынаны алсаңыз дейді. Ал оны адам не үшін өмір сүреді? Сол жаны, жүрегі соға берсе, баққысы қона берсе дейді ғой. Сонымен соны ішіп, ауруханаға түсіп, оның ауруын қайтарамай, жаңағы адамдар ол мойнына алмай, басқа желеу айтып, жаңа отбасы батқандар көп та. Сондықтан да сақтансаң сақтайын дейді ғой Алла тағала. Біздің халық өте бір сенгіш, көнгіш, сондай халықпыз ғой. Кішкене тізгін тартқан дұрыс ау деймін. Дұрыс айтасыз. Айзада ханым, психологтармен өзіңіз жұмыс жасап көрдіңіз бе? Сізге жалпы ұсыныстар, немесе өзіңіз де солардың жұмыстарына жүгініп көрген жайлар болды ма? Мен психологтармен Танымал психологтар көп, жаңа өзіңіз айтпақшы, жазылушылары өте көп, оқырмандары көп, жұмысын ары қарай жандандырып отырған әлеуметтік желідегі психологтарымыз көп қой. Қазір психологтар өте көп, олардың басты мақсаты, олар парақшаларын жүргізеді, кәдімгідей халыққа пайдалы қылып, мысалы баламен ата-ананың қарым-қатынасы деген сияқты. Және олар қазір онлайн түрде вебинарлар өткізеді. Мысалы баламен жаңа күнделікті қалай ойнау керек, мысалы телефон ғой қазіргі балалардың, сол телефон емес, жаңа анасымен баламен қарым-қатынасын жақсарту үшін сондай вебинарлар ұйымдастырып жатады. Жалпы мен психологтарға әлі жүгінген жоқпын, былайша өзім ұнатқан марафондарға қатысып тұрамын арасында. Жаңағы отбасын қалай сақтау керек, немесе ерте тұру деген сияқты қазір марафондар өте көбейіп кеткен. Енді пайдалы ақпараттар өзіме қажетін түртіп аламын, былай керегін аламын. Былайша ондай марафондарда қазір өте көп. Кейбіреулер жай ғана тәжірибесі болмаса да жүргізіп жатады ақша үшін, біреулер өзінің несімен бөлісу үшін, білгенімен бөлісу үшін. Енді өзіңізде осындай вебинар өткізу ойыңызда бар ма? Өйткені оқырмандарыңыз көп, жаңағы еңбек етудің барлық қыр-сырын жаңағы жариялап көрсетіп, халықты еңбек етуге шақырамын деп қалдыңыз парақшаңызда. Менде ондай өткізу ойда жоқ, бірақ қазір өте көп келіндер, тазалықты үйретемін, тамақ пісіруді үйретемін, үй жинауды үйретемін. Қазір барлығын үйрететін болған, бірақ мен өзім үйретуге уақытым жоқ, шын айтсам. Ол WhatsApp-та азаннан кешке үйрету керек болады. Ондай артық уақытым жоқ. Өзім үйім тірлігімді істеп, инстаграмға жүргізсем болды қазір. Күнделікті сурет салып отырасыз ғой сонда? Сторизді біз күнде салу керек боламыз. Күніне 15 сториз, 15 секундтан. Оның өз қанша уақыт? Уақыт алады. Үлгеріп жатырсыз ғой, бәріне? Иә. Және үйде балалар бар, ата-ене бар, абысындарыңызбен бірге тұрады екенсіз. Сізге қиындық туғызбай ма? Қиындық туғызбайды, өйткені бізде балалардың барлығы бақшаға барады, үйдегілердің бәрі жұмысқа кетеді, үйде жалғыз өзім. Қайта мен телефонмен тірлік жасасам, қайта ісім тез өнеді. Былай жасадым, былай жасап жатырмын деп көрсеткеннен кейін. Жаңыл ханым, сізге қалай? Сіз енді қол еңбегімен айналысасыз көбіне. Енді әйелдер қауымы ғой психологияға көбірек қызығып жататын. Негізі интернет арқылы уақыт жетпейді маған қарауға. Клиенттерім өзі хабарласады WhatsApp-қа, Instagram, соның өзі жауап беру, түсіндіру, оның суретін жіберу, соның өзінің уақытында алады. Мен былай қайта-қайта оны түсіріп, оны жіберуге ондай уақыт жетпейді менде. Тек жұмыс жайлы айтамын, тек жұмыстарымды түсіндіріп айтамын. Сондай жайлы айтамын, былай интернетке көп кіре бермеймін мен. Еңбек етудің жалпы жолдары көп. Қазір енді көп еңбек етем деген жастарға қазір өте көп қой. Интернет арқылы үйде отырып, ақшасы курсқа жетпейді, мен үйде отырмын дейді. Мен үйде отырып үйрендім, өйстіп қарасаң болады деп айтамын да, үйренем деген адамға бәрі дайын қазір. Ғаламторда барлық нәрсе бар. Ақшасын анықтап қарасаң, бәрі түсініп тұр. Курсқа бармасаң да болады, үйде отырып деп. Сол жақсы. Иә, дұрыс айтасыз негізі. Психолог демекші, негізінде мысалға. Енді мен өзімнің осы бағдарламаны пайдаланғым келіп тұр. Себебі мен өзім басымда болған нәрсе негізінде. Жаңағыдай ағамыз дұрыс айтады, негізі Абай Құнанбаевтың керемет сөзі бар ғой.
Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз ешқашан жалған болмас дейді. Абай Құнанбаевтың қара сөздерінің барлығы да 100% Құраннан алынған. Сол сияқты мысалы біз өзіміз кәсіпте жүргеннен кейін, енді өздеріңіз білесіздер, тіл көз деген бар. Жаңағыдай не қылған сол кезде адам бір психологиялық бір қатты бір қысылысқа неге пайда болады. Бірақ Алла тағала адамзатты жаратқан кезде әр пендесінің бақытын беріп қойған. Бірақ сол бақытты таба білу керек. Ол бақытты табу үшін ол бақыт дінде. Мысалға біздің Қазақстан Республикасының діни басқармасына бекітіліп, мысалға соны арнайы Икрам ағамыз жақсы біледі, мысалға арнайы уағыздар бар. Мысалға мешіттерге барса, осы психология бойынша мысалға имамдармен сөйлесе, олар керемет кеңестер береді. Мысалға соның бір кішігірім несі, мысалға сондай хадистер бар. Мысалға айтады, Алла тағала бізге жеңілдіктің бәрін. Мысалы біз мешітке барып намаз оқысақ, біз ақша төлемейміз. Или Құран оқысақ, біз оған ақша төлемейміз. Оның бәрі тегін. Тегін жатқан сауапты біз алмаймыз. Одан кейін айтады, мысалға көшеге, мысалы жол сапарына намаз оқысаң, жолың болады. Или бір кәсіп іс бастайын десең, тәуекел намазын оқысақ, Алла тағала берекесін береді. Сол сияқты ол негізі негіз психология ол дін, бірақ ол дінді өте дұрыс пайдалану. Даже жаңағыдай мысалға керемет сөз бар ғой, мысалы пайғамбарға бір салауат айтса, оған Алла тағала 10 салауат қайтарады. Яғни мысалға осы пайғамбарға бір салауат айтса, 10 салауат қайтады деген сөз, ол сен жұмысың алға қарай басады деген сөз. Мысалы мен лично өзім Аллаға шүкір, қазір 5 уақыт намазда болғаннан кейін, қазір мен жұмысым барлығы да әйтеуір оңынан келіп жатыр. Оның барлығы да адамнан емес, бірінші Алладан сұрау керек дейсіз. Шымкент қаласы әкімдігі, яғни халықты жұмыспен қамту орталығының маманы да ортамызда отыр, Жақсылық Арыстанбекұлы. Қазір енді жұмыссыздарға көптеген жағдайлар, мүмкіндіктер беріліп жатыр дейді. Баса тоқталып айтып өтіңізші, сіздерге жүгінетін жұмыссыздардың қатары көп пе? Тіпті оларды оқытуға да, мамандық алып беруге де арнайы курстар бар деп жатыр. Қаншалықты рас, жүгінетіндер көп пе? Саламатсыздар ма? Бұл қазір сіздердің айтып отқанда аға әпкелеріме қарап отырмын, тыңдап. Мынау жаңағы әпкеміз айтып отыр ғой, жаңағы ақшам жоқ, жаңағы кейбір азамат оқимын дейтін болса дейді, курсты дейді. Бізде елбасы Назарбаевтың қаулысы бекітілген заңы нәтижелі жұмыспен қамту. Бұл бірінші бағыт бізде қайта даярлау, жаңағы кәсіпті оқыту. Егер мамандығы бар, бірақ мамандығы бойынша жұмыс таба алмағандарды біз қайта даярлаймыз. Жаңағы тігінші, дәнекерлеуші, аспазшы, әкімшілік, туризм мамандықтары бойынша біз оқытамыз. Біз оқыта отырып, біз 3 айға жібереміз. Шәкіртақы дейді ғой. Біз шәкіртақы төлейміз. 16.700 теңге жол көрер ретінде. Бұл жерде 1 ай теория жүзінде жаңағы оқытылады, қалған 2 ай мекемеде жаңағы тігінші ма, жаңағы тәжірибе алмаса да қалай тігу керек. Егер маникюр ма, жаңағы шаштараз қияды өздері үйренеді. Және сол 3 айлық курсты оқып бітіргеннен кейін өздері жаңағы сұранысқа ие біз жұмысқа орналастырамыз. Енді қазір бізге жастар келеді орталыққа, бірақ айлығы аз деп кетіп қалады. Оның жаңағы көбісі біз жаңағы интернет жаңағы дейді, интернет арқылы жұмыс. Мен өз басым интернет арқылы жұмысты құптамаймын. Бізде қазір мемлекеттен қанша қаржы миллиардтар бөлініп жатыр, сол игерілмей жатыр. Себеп халық барлық интернетке кіріп алған. Бізде бағдарлама екінші бағыт, бізде кәсібін ашам деушілерге 20 миллионға дейін біз шағын несие кредит береміз 6%-пен. Ал қазіргі екінші деңгейлі банктерге барсаңыздар 27-30%-ке дейін барады. Ал бізде жылдық 6%. 6. Және де былтыр бізде жоба ретінде мемлекеттік грант бір адамға берілді. Биыл біз сол нәтижесіне орай 4500 азаматқа біз грант беру жоспарда бар. Бүгінгі күнге бізде мемлекеттік грант ол қайтарымсыз 505 мың теңге беріледі жаңа кәсібін ашу үшін. Егер біз жаңа бірінші бағыт арқылы бізде тігінші мамандығын оқыды ғой, енді өзінің кәсібін ашу үшін
не керек? Ең бірінші машинка керек. Бізде биыл наурыз айына дейін 2 азамат алды ақшаны. Ол шетелден қателеспесем 375 мыңға тігін машинасын сатып алды. Тігін жаңағы өзім барып көрдім, оны жаңағы көйлек тігеді екен, жаңағы ою қазақи киім тігеді екен. Осылайша кәсібін өркендетуге Өркендеп жатыр. үлкен бір жеңілдіктер болып жатыр Иә, дейсіз біз ғой. қолдау. Жұмыс істеймін, еңбек етемін деген адамдар. Иә, біз ең бірінші бастау ретінде біз жаңағы ақша беріп жатырмыз. 505 мың теңге. Ол жаңағы 505 мың теңге жаңағы қатысушы, ол өзінің санаттары бар. Ол кез келген ала бермейді. 29 жасқа толмаған жастар, одан кейін көп балалы ата-аналар, одан кейін мүмкіндігі шектеулі жандар. Ең соңғы 4-ші санат, мынау атаулы әлеуметтік көмек алушы дейді, аз қамтамасыз етілген отбасы дейді. Солар қатыса алады біздің бағдарламаға. Осы 505 мың теңгені алу үшін. Көрермендерімізге құлақ қағыс болсын. Мінекей кәсібімізді ілгерілетеміз, жаңа кәсіп бастаймыз, адал еңбек етіп, ақша табамыз деген жандар біздің көрермендеріміздің арасында табылып жатады. Жүгінсеңіздер болады. Мінекей маманның өз аузынан естіп отырсыздар. Әрине заманына қарай амал дейді ғой. Дегенменен біздің ортамызда бүгін Аманкүл әжеміз отыр. Әженің ақылы дария, ұрпақтың адал азамат болып қалыптасуына ол бірден бір себепкер ата өсиетімен әже ақылы дейміз. Бүгінде сол әжелеріміздің өнегелі өсиеттері қажет ақ. Жасыратын жоқ, бүгінгі таңда заманауи әжелерімізде өте көп. Ал енді ол біздің мақсат ақылы дария, өмірі өнеге болған әженің ақылын эфир арқылы болса да назарға салу болып отыр. Біздің бүгінгі тұрақты айдарымыз әжеден ақыл деген айдар әр хабарымызда сіздердің назарларыңызда болады. Сондықтан да дәл қазір Аманкүл әженің де ақылына кезекті берсек деп отырмын. Өйткені көпті көріп өнегелі істерді атқарған Аманкүл әжеміздің де айтары бар. Жастарға не айтар едіңіз? Білуімше көп балалы анасыз, өміріңіздің басым бөлігі осы еңбек өтумен, қаражат табумен байланысын тапқан екен. Балаларыңызды да жастайынан жаңа өмірге келіп, ары қарай іле-шала еңбекке араласып жүрген аналардың бірі екенсіз, Аманкүл апа. Рахмет айналайын сөз бергеніңе. Мінекей бісміллә рахман рахым деп айтайын. Бүгін біздің басымызда Алла қосып отыр. Үлкен жақсы, тиянақты, жақсы әңгімелер, сөздер болып жатыр. Бұның бәрі не қыламыз еді? Мен өзіме келетін болсам, Түлкібас ауданында Сергеевкісінде тұрғам, жолдасым 30 жыл директор болып істеді мектепте. Ал өзім мектепте істедім. Сөйтіп жүріп, 2005 жылы қалаға көшіп келдік. Қалаға көшіп келгеннен кейін жолдасым айттым, сен мұғалім бола бер. Мен қара жұмысқа кірейін. Алланың берген 7 перзентім бар. Үй керек қой деді. Сөйтіп Свен-Собойға жұмысқа кірдім. Свен-Собойға жұмысқа кірсем, өзім кішкентай кезімнен әртіс боламын деп жүрсем, кішкентай кезімде әртіс боламын, үлкен болғанда әртіс болып жүрмін, Аллаға шүкір. Сөйтіп жұмысқа кірсем, бәрі бір әннен айтылады, шетелден де адамдар келіп жатыр деді. Сөйтіп бір ән айтасыз деді, онда мақұл деп, жаңа қара кемпірдің әнін алдым өзім. Ұшық үйіріп, кимешек киіп айтсам, залдардағы отырған адамдардың бәрі жылап жатыр. Сөйтіп Алланың берген дәулетінің арқасында сөйді бірінші орын алып кеттім. Анау-мынау берді. Бір аптадан кейін Әубәкір біз басқан директор еді, шақырып алып, апай, сіз бірінші орын алдыңыз, сізге 6 комнат үйді сыйға тартып отырмыз деді. Мен Аллаға шүкір, сол 6 комнат үйдің ішінде өсіп өніп жатырмын. 20 немерем бар, 10 шөберем бар, бәріне тәрбие берем. Балапандарым, қыздарым бәрі жақсы оқыған. Алматыда кемепті бітіріп, шетелге барып оқып келіп жатыр. Біреу ағылшынша переводшы, біреу қытайша переводшы. Аллаға шүкір, сөйтіп өсіп өніп жатқан жағдайымыз бар. Зауытта кім болып жұмыс істедіңіз, Аманкүл апа? Зауытта кім болып жұмыс істедіңіз? Зауытта қара жұмысқа кірдім мен, пышақ істейтін жерге. Шалым айттым жолдасыма, сен ақ мұғалім бола бер, мен енді балдардың басы бар. Алла бір үй алатын шығарымыз, өшіріпке тұрсам дебім. Алла аумен деген шығар, сөйтіп сол өлең айтып, бірінші орын алдым, 6 комнат жалдым. Жұмыс істеп жүріп, ән айтып та үлгердім дейсіз ғой. Енді ән Алла айттым. маңдайға жазылған ризықты береді ғой, қалай болса да сізге жазылды ма береді. Бірақ енді оны адал жолмен табу, қандай жолмен табу, ол енді әр адамның өзінің меншігінде дейміз. Жақында Алматыға барып келді конкурсқа, бірінші орын алып қайттық. Бәрекелді. Қошемет көрсетіп қояйық апамызға.
өнерден де кенде емес, еңбектен де кенде емес. Еңбек етіп жүріп ән салып осындай мінекей үйді де алған жайы бар, баланы да баққан жайыңыз бар екен. Енді сізге қолқа салайық, сол әніңізді орындап беріңіз бізге, апа. Отырардағы той. Ей, той басталды отырарда, сылау сырдың бойында, кеудесінде оты жанған қызыл құмның қойында, аңыздарда аты қалған талай ақын тойлаған, осындай той отырарда бірін соңда болмаған, туған елім. Ей, өскен жерім, шалқар көлім, сенсің әнім менің, сәнім менің. Аллаханда аялаған ардағымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған арманымда өзіңсің. Сендегі жас кәріңде қуанышы мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Ей, жер қары жер қозғалғандай, палуандар алысқан, қыздар қандай қызғалтақтай көздері тадау алыстан, сол қыздарға оты барлары жүрек отын жалғаған, осындай той отырарда бірін соңда болмаған, туған елім. Ей, өскен жерім, шалқар көлім, сенсің әнім менің, сәнім менің. Аллаханда аялаған ардағымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған арманымда өзіңсің. Сендегі жас кәріңде қуанышы мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын, той болсын. Бәрекелді. Керемет. Кемпірлер демеңіз, әлі дауысыңыз 22 жасар қызғалдақ қыздың дауысы ғой мынау. Рахмет жаным. Әдем, егер мен 91 жылы Шәмшағанмен дәмдес болдым, сырлас болдым. 92 жылы Шәмшағадан айырылып қалдым. Сонда байқағаным кең жүректі, кең халқын айтатын, ортасына күлкі сыйлап отыратын бір жауқазын жүректі адам екен. Осы әніңіз тыңдағанда тағы бір әнім берер ме еді болғанда. Әрине, еңбек пен өнер егіз дүние дейді ғой. Адал еңбек оның ең маңызды, өмірдегі ең біздің қажетті нәрсеміз деп айтсақ та болады. Жаңа жеңіл ақша тапқысы келетін, жаңа әлеуметтік желінің де бір кереғар тұстарын пайдаланып, алаяқтық жасайтын жандар табылып жатыр дейміз ғой. Ондай біздің жастарымызға не айтар едіңіз, апа? Енді ол жастарға айналып кетейін айтатынымыз, отбасынан басталады, әке шешесі жақсы сөз айтып, өйтіп жүріңдер, бүйтіп жүріңдер, өтірік айтпаңдар айналайын деп ақылын айтса, тәрбие бастал бесік дейсіз ғой. Тыңлайды. Кейбіреулер тыңламайды, тыңламаған кейін барады, бір жаман жолға түседі. Қайтеміз, айтудай айтамыз. Бұдан қандай бір-екі жыл бұрын қыздардың бәрі кіндігін көрсетіп, көйлек киіп жүрді. Сонда біз қайта-қайта ортаға салып, сөзімізді айтып, ақылға келтірдік. Қазір ешқайсы кіндік көрсетіп, көйлек кимейді, қалыпқа келді. Сол айтпақшы, отбасы ошақ қасы дейді, ата-аналарына байланысты, тәрбие бергендеріне байланысты. Біз айтудай айтамыз. Шүкірімнен дүние көзқарасқа тоқталғым келіп отыр. Себебі мұсылманның албастан, мұсылманның баласымыз. Бүкіл мынау пайғамбарлардың тарихына қарасаңыз, сол Адам алейхиссаламнан бастап барлық пайғамбарлардың өз кәсіп байланысқан. Мысалы, Адам алейхиссаламның өзі егіншілік байланысып отыр. Идрис алейхиссаламның өзі тігіншілікпен, Нұх алейхиссаламның өзі мынау кеме жасау байланысып отыр. Мұса алейхиссалам шопан болып отыр. Иса пайғамбарымыздың өзі медицина байланысып отыр. Мұхаммед пайғамбарымыздың өзі сауда байланысып отыр. Ал енді бүкіл пайғамбарлар өзінің үмбетіне пайғамбар болып жіберілді. Енді адал еңбек деген бар. Енді Алланың берекеті адал еңбекте. Себебі көптеген Құранның аяттарында, пайғамбарымыздың хадистерінде өте көп. Мына Алла тағала сіздерге көп рызықты, не дейді, жақсы рызықтандырды, жақсылықтан. Не дейді? Құран аяттарында келеді. Және мына ысырапшылықпен, не дейді, ішіп жеуге не дейді? Ішіп жеуде ысырапшылыққа бармасаңыздар, қалаған уақытта ішіп жеңіздер дейді. Кей кезде біз мына кейбір кертартпа дейміз, кереғар діни ағым өкілдерімен сұхбаттасқан кезде кейбір мынау жалған сопылық ағымның өзі жұмыс істемей, тәркі дүние жасап, кәсіппен айналыспайтындарды жиі кездесеміз. Сол кезде бір еңбектерді оқып отқан кезде мынау парсы тілінде жазылған сөздерге көзім түсті да, мына діл байару дәстбагар деп. Неге айтты екен десем, сол кездің өзінде де жүрегің Құдайда, қолың кәсіпте, жұмыста болсын деп үйретіп отыр.
ал енді кей кезде мынау саудада әр жерде біреудің ақысын жеу, тараздан ұру, алаяқтықпен айланысу түбі ол қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Түбі ол ондай харам нәрселерді Алла тағаланың ризашылығы болмайды. Енді айтарым, адал кәсіппен айланысып, қанша мүмкіншіліктер жасалып отыр. Инсан жұмыс жасап, кәсіппен айланысып, берекетін Құдайдан сұраса, міндетті түрде жоқтан бар қылып беруші Алланың өзі. Әбдіхалық аға, сіздің де өміріңіздің өзі өнермен, еңбекпен байланысын тапқан дейміз ғой. Жасыратын жоқ. Біздің оңтүстік халқы әсіресе жақсы біледі, қаншама Шымкент шоу театрының да негізін қалап бердіңіз жастарға. Оның барлығы да еңбекпен келетін дүние ғой. Өнер мектебінде де қаншама өнерлі оқушыларымыз қазір тәлім тәрбие алып жатыр. Әттеген ай деген сәттер болды ма енді өзіңізде? Өйткені өмірдің өзі бір еңбекпен байланысын тапқан, кейде бір сол дұрыс шешім қабылдамайтын сәттер болады. Соның арқасында өз адал еңбегімізге қол жеткізе алмай қалатын сәттер болып тұрады ғой. Ел болам десең бесігің түзе дейді ғой. Мына хабардың жемісі, өрісі кең болсын. Қанша адасып жүрген адамға бір бағыт беретін, шабыт беретін хабар екен, мен сүйсініп отырмын. Осындай хабарлар біздің теледидарда, баспасөзде көп болса, жұмыс көбейеді, қылмыс азаяды. Осындай жоқ нәрсеге еліктей бермейік. Енді біздің о кездегі жас кезіміздегі жүрегіміздің мықты болуы, тірегіміз мықты болды ғой. Әке шешелеріміз адал жүр, анық бас, ешкімнің ала жібін аттама, бір қылмыс болып жатса қашып кет, араласпа, пәленшенің баласының атына кір келді деген сөз бізге жұқпасын балам. Қыз теңін тап деп солай тәрбие берді, соның жемісі. Мен әкеме, анаме әрқашан тағзым етемін. Ал қалаға келгеннен кейін бәріміз дархандалада өстік қой. Қалаға келгеннен кейін мен мына көп азаматтардың ажарын көрдім, елге деген назарын көрдім, сенімін көрдім, төзімін көрдім. Шыңдалу мектебінен өттім. Ол кісілер енді мынау Мана Бөтебаев атамын, Анарбек Орманов, кішкене сүрініп кетсем, түңіліп кетсем, қолтығымнан демеп ақыл айтып отыратыннан Нұрмахан Жолдасов болсын. Осындай азаматтар көп болды. Ал әттен ай дейтіні заман өзгерді деп айту қиын, адам өзгерді. Адамдар нарық заманына қарсы әркім өзінше құлашын ұрып жатыр, өзінің қайғысында, бақытында біліп жатыр, әркім әртүрлі өмір сүріп жатыр. Мен де сол әке көрген оқ жанар, шеше көрген томшер демекші, балдарыма солай тәрбие бердім. Өзің ойнаған Шымкент шоуда да сондай бір болыңдар, дүр болыңдар, бірге күліңдер, бірге қуаныңдар деген бағытпен бәрің өстіңдер. Айтыскер ақындарым да сондай бір үйдің баласындай, бір саулықтың қосысындай. Бірақ адамды қоғам жеңеді екен. Қасқыр қоғамдағы түлкілердің түлкі тұмсығы, арсыздығы, имансыздығы көп нәрсені бұзып жатыр. Мен өзімнің туған баламнан жақында сондай сөз естідім. Адал болыңыз, таза жүріңіз, адал еңбек тап дедіңіз. Ондай емес қой, қай жерге барсаң да ақша сұрайды, қай жерге барсаң сондай ғой. Сіз әке дұрыс демепсіз деді, мен сол кезде кішкенде күрсіндім. Бірақ бұндай қоғам болады деп кім айтқан? Бұдан да өтерміз, бұдан да жақсы заманға жетерміз. Біздің байлығымыз Европада емес, адам ата қауанадан қалған қасиетте, мына інім айтпақшы. Біз өзге ауладан алма жеміс іздеудің қажеті жоқ. Өзіміздің қанымызға сіңген баба жолымен жүрсек, шыңға да шығамыз, тауды да аламыз, бауды да бағындырамыз, жауды да керін қайтарамыз. Мына қарындасым қандай әдемі, міне, ол отау төгетін, болашағын ойлаған, қол ұстасқан ғашықтарға бәріне керек нәрсе ғой, міне тапсырыстар түсіп жатыр екен. Қазақтың ұлттық өнері былайша айтқанда. Жемісін берсін, өрісін берсін. Бізде қазақтың енді беткүстар мынау Рашкүл Оспан Әлиева деген кәсіптен бастаған әпкең бар. Қазір үлкен тұлға.
сол кісінің жолын берсін, сол кісінің жолын берсін. Айтқаныңыз келсін, рахмет. Ал енді өзім салама келсем, мынау інім айтып жатыр жаңа, ән клип, тойларға қызмет қылу, гастрольға шығу, ол менің басымдан 40 жылдан бері өтіп келатқан нәрсе. Шымкент шоу қалай бастадық? Ауылдан бастадық. Тәжірибе жинадық. Кемшілігімізді жойдық. Грязды алдық. Музыкалық қойылымдар қойдық, пісірдік. Қазір Шымкент шоу елдің мақтанышы. Сол сияқты сол кезде біздің кезімізде жарнамада болған жоқ. Осы телефон дегендер ештеңке болған жоқ. Солар адал еңбегімен жетті. Сол берік дәурендер қазір үлкен тұлға. Сол сияқты осы арзан дүниеге көп бара бермес екен деймін мен інілерім. Жаңа айтып отыр ғой, адам айтқаны болмайды, өзің айттың, Алланың айтқаны болады. Алладан сұра, тазалықты ту ет, халықты жылатпа. Мен осыдан біраз жыл бұрын, Назгүл айналайын, елін ойламаған ағадан қорқушым. Бесігінен безген анадан қорқушым. Базарда тәшкі сүйреп жүрген баладан қорқушым. Мен осы адасып жүрген адамдардан қорқып жүрмін. Екінші, ұруға бөлініп команда болып жүрген жігіттерден қорқам. Қай жерге барса да өзінің ағайын туысын жинайды. Мен біраз жерде басшы болдым, мен бір ағайыным тартпаппын сол жерге. Жетістігім ба, кемшілігім ба, бәріне бірдей қарадым. Бірдей солармен күлдім, бірдей қайғырдым. Бір кезде ақын, журналист, жазушыларды піртітушек, елдің айнасы деп. Қазір блогерлер өсіп баратыр. Блогерлердің не беріп атқанын мен білмеймін. Елдің жақсылығын, тапшылығын жазатын ақын, жазушы, журналистерден биік болып кетті. Ұру мен ұруды айтыстырып жатыр. Біреуді мақтайды, біреуді даттайды, соғыс ашады. Олар да мен қазір түсініп отыр, мұстып ақша табады екен ғой. Біреуді мақтап, ұқпай жинайды, оның атағаны бар. Біреудің ардына шырақ алып түседі. Бұл дұрыс емес. Мемлекеттен үлкен тосқауыл болу керек. Қазір басшыларымызда айтып жатыр ғой. Кәсіпке жол ашамыз. Мемлекет қоғам үшін жұмыс істесін деді кеше Қасым-Жомарт Тоқаев. Билік пен халықтың арасы алшақтап кетті деді. Мысалы, мемлекеттік қанша мың 25% қысқартамыз да ауылға, бауырға көңіл бөлеміз деп. Осыны пайдаланып жұмыс істеу керек. Сен бесікті дұрыс тербет, ата-анаңа дұрыс қара, ұрпақты дұрыс өсір. Мінекей, күндіз жұмыс істейсің, түнде жұмыс істейсің, көбірек телефонмен айналысам деп асып тосып та кетіпсің мені. Кішкене денсаулыққа да сыр не қылу керек, көңіл бөлу керек. Ал енді ол интернеттің пайдасы ол жұлдыздарға деймін. Өнер жұлдыздары өзінің тамақ ішіп отқанында салады. Баласына қандай киім кигізіп жатыр, қай жерде дем алып жатыр. Сол керек па? Сол керек па? Қара нанға зар болып жатқандар ананы көріп қандай жауаптар жазып жатыр. Көріп жатсыңдар ғой. Көп адам шекарадан шығып кетті. Жақсылығыңды көрсет. Ажырасудан бестікте тұрмыз. Мені ұтқанымыз. Осының бәрі осы блогерлердің кесірі. Құлағанды да көрсетеді, сұлағанды да көрсетеді. Ал енді жақсы жағын көрсетсеңдер, жақсы жағын. Ал енді өнер адамдарын ұтатыны ол, мысалы біз сияқты ақын композиторлер әнін сатады, әнін ұсынады. Бірақ қазір соны пайдаланып, алаяқтық жолмен жұлдыз болып жүргендер бар. Мысалы, мен тапсырыспен ән жазам дейді. Мен тапсырыспен сөзін жазып берейін дейді. Бәрі ақын болып кетті. Бәрі композитор болып кетті. Ақша табудың көзі болып тұр, Ақша табудың жолы. Сол жеңіл әндер содан шығып жатыр, аспанға қараймын деген сияқты. Ал енді мамандары бар ғой. Қанша ақындар жүр, қанша Құралай Сәтмұхамбетова бастаған композиторлар жүр. Соған жаздырсаңдаршы. Міне кәсіп Шымкент қаласының әкімдігіне рахмет. Қанша жолдар ұсынып, бағдар ұсынып жатыр ғой. Соған барсын, білімін көтерсін, қаржы алсын, қоғамға пайдасы тиетін, кішкене салық түсіретін жұмыс істейік.
алла жар болсын. Қалай табыс табуды емес, біз ең бастысы табысты адалынан табуды ойлауымыз керек дейсіз Адалынан ғой. тапқан дұрыс. Босағамызға келген ризығымыз адал, табысымыз берекелі болсын ағайын. Ақ босағада қайта жүздескенше сау болыңыздар.